Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте оңай жасалынатын ерекше печенье жасайтын боламыз. Бұл печеньенің қамырына көптеген ингредиенттер кетпейді. Печеньеміз қытырлақ, дәмді болып шығады. Қарасаңыздаршы, осындай майда, кішкентай, көп болып шығатын печеньелерді жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге керегі сары май, шекер, жұмыртқа, қопсытқыш және де ванилин керек болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмсақ 100 грамм сары майымызды саламыз. Сосын осы сары майдың үстіне 150 грамм шекерімізді қосамыз. Және де ванилин қосамыз. Осындай бір пакет ванилинді қосамыз. Бұл ванилинді қоспасаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңызда. Венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, осы печенье сіздердің көп уақыттарыңызды алмайды, оңай, тез жасалынады және де өте дәмді болып шығады. Майымызды араластырып болған соң шекер екеуін, сосын 2 жұмыртқамызды қосамыз да, тағы да венчиктің көмегімен араластырамыз. Достар, негізі осы печеньеге сары май мен жұмыртқамыз бөлме температурасында болғаны жақсы. Егер жұмыртқа мен майыңыз салқын, енді ғана тоңазытқыштан шыққан болса, жұмыртқаны шамамен 10 минутқа жылы суға салып қойыңыздар, ал майды микроволновкаға жарты секундқа ертіп алыңыздар. Сосын барып печеньені жасай берсеңіздер болады. Мінекей, ендігі кезекте ұнды електен өткіземіз. Осы печеньенің қамырына мен барлығы 360 грамм ұн қостым. Ұнды бір жартысын електен өткізіп болған соң, жарты шай қасық толтырып қопсытқыш қостым. Бұл жерде жарты шай қасық емес, 1 шай қасық толтырып қоссаңыздар да болады. Ұнымыздың бірінші жартысын қосып, араластырып болған соң бізде осындай орташа қоюлықтағы қамыр шығады. Енді ұнның қалған жартысын қосамыз. Достар, осы печенье, пирог пісіріп жатқан кезде немесе қамыр илеп жатқан кезде ұндарыңызды міндетті түрде електен өткізіңіздер. Ұнның арасында қоқыстар жүруі мүмкін, сол үшін де електен өткізіңіздер. Ұнды електен өткізетін болсаңыздар, печеньелеріңіз немесе пирогтарыңыз көтеріліп, өте дәмді болып пісіп шығады. Ұнның екінші жартысын електен өткізіп болған соң, бірінші венчикпен араластырып алдым. Ары қарай қолдың көмегімен қамыр илейміз. Осы қамырға менде барлығы 360 грамм ұн кетті. Осы ұнды өздеріңіз қамырларыңызға қарай қосыңыздар. Сіздердің қамырларыңыз мына видеодағыдай қолға жабыспайтын, өте жұмсақ, өзінің формасын ұстап тұратын бір керкі қамыр болып шығу қажет. Бұл қамырды 10-15 минутқа тоңазытқышқа салып қойсаңыздар да болады, немесе асығып тұрған болсаңыздар, тоңазытқышқа салмай, қамырды илеп болған соң жұмыс жасай берсеңіздер болады. Осылай қамырымыз жерге жабысып қалмасы үшін жерімізге кішкене ұн себеміз, сосын қамырымыздың бетіне де ұнымызды сеуіп, енді қамырымызды осылай мына видеодағыдай оқтаудың көмегімен жайып бастаймыз. Бұл жерде қамырды 4 бұрышты қылып жаю керекпіз. Достар, бұл жерде қамырды домалақ қылып жайсаңыздар да болады, ол өз қалауларыңызда. Бұл жерде сіздер линейкамен өлшеп, әдемі қылып, 4 бұрышты қылып қамырды жайып шықсаңыздар да болады. Немесе мен сияқты осылай 4 бұрышты пішінге келтіріп, қамырды жайып шықсаңыздар да болады. Осы қамырды жұқа қылып жайып жібермеңіздер. Қамырдың қалыңдығын 1 сантиметрдей қылып жайып шығыңыздар. Сосын осылай мына видеодағыдай қамырымыздың үстіне шекерімізді сеуіп, оның үстін осылай оқтаудың көмегімен жүріп өтеміз. Қамырымыз шекерге жабысу үшін. Достар, осы менің YouTube каналымда басқа да оңай жасалынатын, көп ингредиенттер кетпейтін, дәмді болып шығатын печеньелердің, десерттердің, пирогтардың және де кекстардың рецепті бар. Осы видеоны көріп болған соң, сол басқа видеоны көруді ұмытпаңыздар. Және де осы видеоны сіздер қай қаладан, қай елден көріп жатырсыздар, комментарияға жазып қалдырыңыздар.
Қамырларымызды 4 бұрышты қылып осылай шет-шетін тегістеп кесіп аламыз. Сосын әр қамырды мына видеода көріп тұрған шығарсыздар, осылай кесіп шығамыз. Бұл жерде мен өлшемей осылай көз мөлшерімен кесе салдым. Сіздер линейканың көмегімен тегістеп әдемі қылып кесіп шықсаңыздар да болады. Айтпақшы достар, осы кезде пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Пергамент қағазы төселген формамыздың үстіне қамырларымызды қатарынан және де арасын ашық қылып қойып шығамыз. Печеньелерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 12 мен 15 минут аралығында пісіреміз. Қараңыздар, печеньелеріңіз осылай қызарып, көтеріліп, әдем болып пісіп шығу қажет. Мінекей достар, көптен күткен оңай жасалынатын печеньеміз дайын болды. Қарасаңыздаршы, мына печеньелеріміз өте сүйкімді болып, аппетитті болып шықты. Бұл печеньеміз қытырлап тұрады, өте дәмді, сливочный болып шыққан. Печеньеміз пісіп шыққан соң 10-15 минут суытып, сосын дәмін татып көре берсеңіздер болады. Печеньенің асты жағы да және де үсті де осылай қызарып пісуі қажет. Қараңыздар, печеньеміз қытырлақ екені көрініп тұр. Осы печеньені сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына күмәнім жоқ. Осы печеньені міндетті түрде шаймен бірге немесе кофемен бірге ішіңіздер. Өте жақсы үйлеседі. Печеньеміз тәтті, қытырлақ болып шыққан. Осы печеньені жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.